Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай үлпілдек, өте жұмсақ әрі дәмді пирожкилар дайындайтын боламыз. Менімен бірге тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Онда бастадық. Алдымен жылы суымызды, жылы сүтімізді құямыз. Дрожжымызды саламыз және де майонез саламыз. Пирожкиміздің қамырына өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Біркелкі етіп араластырып аламыз лапатан көмегімен. Енді тұз саламыз. Електен шығарылған ұнымызды алдын ала електен шығарып дайындап аламыз. Және де бірдесінен ұнымыздың барлығын салмаймыз. 2-3 бөлікке бөліп салып, осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз қолымызбен. Бізде қатты қолға жабыспайтын, өте жұмсақтау етіп қамыр илеуіміз керек. Қатты қамыр болса, пирожкилеріңіз қатты болып піседі. Орташа жұмсақтау етіп илесеңіздер, қамырларыңыз жұмсақ әдем болып шығады. Ең соңында пісте май құйып, жақсылап біркелкі етіп, қамыр түйірлері қалмайтындай етіп, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеп аламыз. Столға алып, 2-3 минут осылай илеп жүрсеңіздер, сіздерге пирожкинің фишкасы, тесталарыңыз, қамырларыңыз өте керемет болып иленеді. Осымен біздің пирожкиміздің қамыры дайын болды. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Енді 2 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз, орап. 2 сағатта біздің пирожкиміздің қамыры осындай керемет болып көтеріліп шығады, қараңыздар. Енді осы пирожкилерімізбен жұмыс жасайтын боламыз. Қамырларын столымызға кішкене ұн төсеп жеріп, жабысып қалмау үшін қамырымыздың барлығын түсіріп аламыз. Осы рецептпен 24-25 штук бізде пирожкилар шығатын болады. Осылай видеода көргендей етіп, 2-ге бөліп алыңыздар. Оны тағы 2-ге бөліңіздер, кесілуі оңайлау болу үшін. Енді барлығын бірдей етіп 60-61 граммнан бөліп аламыз. Пирожкиларыңыздың барлығы бірдей болсын десеңіз, біреу үлкен, біреу кіші болса, онша болмай қалады. Сондықтан барлығын бірдей етіп істесеңіздер, піскен кезінде де, түрі де өте аппетитный әдем болып шығады. 15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Тынып болған қамырларымызды енді жұмыс жасайтын боламыз. Осылай столымызға жайып алып, ішіне бір ас қасық толтырып, картошка пюресін саламыз. Ішіне пияз, 1 штук пиязды қуырып салғам, және де қызыл қара бұрыш қоссаңыздар болады. Дәмдеріңізге қарай тұз өте күшті болады. Осылай видеода көргендей етіп түйіп аласыздар, және де домалақ етіп істесеңіздер де болады. Және де осы рецептпен рассегай сияқты етіп пирожкиді духовкада пісірсеңіздер де болады. Тура осылай түйіп болғаннан кейін бетін 15 минуттай пісіруге қоямыз. Жаңағы демалтыруға бетін жауып қойып, сүлгімен содан кейін барып листке қойып пісіретін болсаңыздар, листке сап алып, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіттеріңізді сеуіп, өте күшті болып шығады духовкада да. Енді алдын ала қызып тұрған майымызға салып пісіреміз. Басында бізде қатты қызып тұрған болуы қажет. Содан кейін барып, астын жай етіп, баяу отпен пісіріп аламыз. Ішіндегі қамырларымыз шикі болып қалмасын. Беті тез пісіп қалып, іші қамыр болып қалып қалады. Сондықтан басында кішкене қаттылау қайнап тұру керек. Кейін сәл орташа етіп қайнатсаңыздар болады майды. Барлығын осылай пісіріп алыңыздар. Біздің пирожкиларымыз осындай домбақ, әдемі, күшті, керемет болып шығады. Әрі жұмсақ болып. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сатылымға шығарсаңыздар да болады, базарларға, немесе столовыйларға өте керемет болып шығады. Бағаларыңызды қойып, өздеріңіздің есептеп, калькуляциясымен шығарып, біздің осымен пирожкиларымыз дайын болды. Қараңыздар, өте жұмсақ, әрі нәзік, іштері толықтай піскен, осындай күшті, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде балдарыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер, және де жаңағы айтқандай сатылымға шығарып, өздеріңіздің бизнестеріңізді ашсаңыздар болады. Ас болсын баршаңызға. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін болам сіздермен бірге болған Зұлқымар. Баршаңызға рахмет назарларыңызға, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін. Келесі видеода кездескенше. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет.